Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Сіздерге Алланың сәлемі, бейбітшілігі мен берекесі болсын. Бүгін таң намазына оятатын себептер мен күнәларды жоятын амалдар туралы айтатын боламыз. Видеоларды бастамас бұрын, сатылымда ризық пен береке туралы таңдаулы 25 дұға мен құнды кеңестер, дұғалар кітапшасы бар екенін естеріңізге сала кетейін. Егер ризығыңыздың артқанын қаласаңыз, бұл кітап сіз үшін таптырмас құрал. Кітапша ішіндегі дұға, зікір, амалдарды жасай отырып, және адал еңбек жасасаңыз, Алланың қалауымен ризық пен берекеге бөленесіз. Бағасы қолжетімді, бар болғаны 500 теңге. Кітапшаны алу үшін экранда көрсетілген номерге жазыңыз. Бүгін сізді таң намазына оятатын 8 себепті баяндамақшымыз. Бірінші себеп: таң намазын оқыған адам түні бойы құлшылық жасағанмен тең. Осман ибн Аффан былай деп куәлік етеді: мен пайғамбарымыздың былай айтқанын естідім. Кім құптан намазын жамағатпен бірге оқыса, онда ол түннің тең жартысын құлшылықпен өткізгендей болады, ал таң намазын жамағатпен бірге оқыған адам түні бойы құлшылық жасағанмен тең. Екінші себеп: таң намазын оқыған адам Алланың қамқорлығында болады. Пайғамбарымыз: таң намазын оқыған адам Алланың панасында болады, және Алла ол үшін еш нәрсе талап етпейді деген. Үшінші себеп: адам таң намазын мешітте жамағатпен бірге оқуды әдетке айналдырса, онда оған қиямет күні сыйға нұр тартылады. Пайғамбарымыз: Алла түнде, қараңғыда мешітке барған адамның жүзін қиямет күні нұрландырады деген. Төртінші себепті айтатын болсақ, таң намазын мешітте жамағатпен бірге оқыған адам сөзсіз жәннатқа кіреді. Пайғамбарымыз: әл бардайынды орындаған адам жәннаттық деді. Әл бардайын таң намазы, фәжір, және екінті намазы, аср. Таң намазына тұрудың бесінші себебі: таң намазын қалау ұйқыдан артық және ол тағдырды жеңілдетеді. Пайғамбарымыз былай деп айтқан: таңғы ұйқы адамның ырысын азайтады. Оның мәні: таң намазы мен күннің шығу уақыты зікір жасайтын уақыт. Алланы еске алатын кез. Ибн Қайым осыған байланысты былай деген: таңғы ұйқы берекетті қашырады. Оның себебі бұл уақыт ризық бөлінетін уақыт. Алтыншы және ең керемет себептің бірі: бұл таң намазын оқу бүкіл әлемнің байлығын қолыңа ұстағаннан артық. Пайғамбарымыз: таң намазының 2 ракағаты, сүннеті, бүкіл әлем мен оның ішіндегі бар байлықтан артық деген. Жетінші себеп: таң намазын оқыған адамға періштелер куәлік етеді. Пайғамбарымыз: сендерге түнде бір періштелер, күндіз бір періштелер алмасып келіп тұрады. Олар таң намазы мен аср намазында жиналып, сендермен түнде бірге болғандары көкке көтеріледі. Сонда Алла тағала өзі жақсы біліп тұрса да, олардан: пенделерімді қандай жағдайда тастап келдіңдер? деп сұрайды. Олар: біз оларды намаз оқып жатқандарында тастап келдік, сондай-ақ олар біз оларға барғанымызда да намаз оқып жатыр еді деседі деген. Сізді таң намазына оятатын 8-ші себеп: таң намазын оқыған кісіні Алла тағала жарылқайды және оған береке сыйлайды. Пайғамбарымыз өзі Аллаға жалбарынып: о Алла, үмметімнің таңын игі, берекелі ете көр дейтін. Таң намазын оқыған адамдарға осындай жақсылықтарды нәсіп еткен мейірімді Алла тағалаға шексіз мақтаулар болсын. Баршаңыздың намаздарыңыз қабыл болсын, қымбатты көрермендер. Күнә істегенде Алладан кешірім сұрау абзал. Әрбір күнәні жоятын амалдар жайлы көптеген хадистер бар. Бүгінгі видеода Алла елшісінің хадистерін негізге алып, күнәларды жоятын амалдар айтылады. Басты амал: Аллаға сену, оның жалғыз екеніне сену, ислам дінін қабылдау. Алла елшісі: егер Алланың құлы ислам дінін қабылдап, және ислам ол үшін жақсы болса, онда Алла оның ислам дінін қабылдағанға дейінгі барлық күнәларын кешіреді. Күнәларды жоятын амалдардың біріншісі — бұл қажылық. Амр ибн Ас ислам дінін қабылдағанда пайғамбарымыз былай айтқан екен: о Амр, сен білмеуші ме едің? Алла исламды қабылдаған жанның оған дейінгі барлық күнәларын кешіреді. Сол секілді үлкен қажылықта оған дейінгі барлық күнәларды кешіреді. Екінші амал — 5 уақыт парыз намаздар мен жұма намазы. Алла елшісі: 5 парыз намаз бен жұма намазына қатысу сол намаз арасында жасалған үлкен күнәдан басқа кіші күнәларды кетіреді деген. Тағы бір амал — дәрет алғаннан кейінгі оқылған намаз.
Мұхаммед пайғамбар оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын. Сіздердің кез келгендеріңіз арнайы су дайындап, сосын ол сумен аузын және мұрнын жуса, сол сумен бірге ауыздың және мұрынның істеген күнәлары жуылады. Кейін Алла мегзегендей сол сумен бетін жуса, онда сол сумен бірге беттің және сақалдың күнәлары жуылады. Егер ол сол сумен қолдарын білекке дейін жуса, онда сол сумен саусақтың ұшынан бастап білекке дейінгі істелген күнәлар жуылады. Егер басына мәсих тартса, сол сумен шаштың ұшынан бастап басының істеген күнәлары жуылады. Егер сол сумен аяқтарын тобығымен жуса, онда сол сумен бақайларының ұшына дейінгі аяқтың жасаған күнәлары жуылады. Егер осыдан соң Аллаға шүкір етіп, Аллаға мадақ айтса, жүрегін және ойын дүниелік ойлардан тазартып, Алладан басқаны ойламай, Алла разылығы үшін намаз оқыса, онда ол күнәларының барлығынан кешіріліп, анасынан жаңа туған сәбидей пәк күйде болады. Күнәларды жоятын төртінші амал – түнгі намазға тұру. Алла елшісі келесідей айтқан: сіздерге түнде құлшылықты арттыру қажет. Өйткені сендерге дейін өмір сүрген тақуалар осылай істейтін, және түнгі намаз сендерді күнәға апаратын жолдан тайдырып, Аллаға жақындатады. Тағы бір амал – мешіттегі және жамағатпен бірге болған құлшылық. Мұхаммед пайғамбардың былай деп айтқаны жеткен: намаз оқу мақсатында дәрет алып, жамағатпен бірге парыз намазына немесе өзі оқу үшін мешітке жаяу барса, Алла оның күнәларын кешіреді. Келесі амал – мешітке жаяу бару. Алла елшісі өз үйінде дәрет алып, сосын Алланың бұйрықтарының бірін істеу үшін Алла үйіне жаяу бет алса, оның әр басқан қадамынан оның жасаған күнәлары алынып отырады. Ал келесі қадам үшін дәрежесін өсіреді. Жетінші амал – Рамазан айында ораза тұту. Пайғамбар Алла разылығын алу мақсатында Рамазан айында ауыз бекіткеннің бұрынғы күнәлары кешіріледі деп айтқан. Тағы бір амалдың бірі Рамазан айындағы және қасиетті саналған түндердегі құлшылық. Алла елшісі оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын. Кімде-кім Алланың разылығы үшін Рамазан айының түндерін құлшылықпен өткізсе, оның күнәлары кешіріледі. Егер кімде-кім Алла разылығы үшін қадір түнін Аллаға сенім мен үміт орнап, құлшылықпен өткізсе, оның күнәлары кешіріледі деген. Арафа және Ашура күндері ораза ұстау да осы және өткен жылы жасалған күнәларды жуып шаяды деп айтқан екен пайғамбарымыз. Умра және үлкен қажылық. Бейпіл сөздері айтпай, еш күнә жасамай қажылық еткен адам, анасы жаңа туған сәбидей тап-таза болады. Умра қажылығын келесі умра қажылығына дейін өтеген адамның осы екі уақыт аралығында істелген күнәлары кешіріледі. Қайырымдылық. Алла елшісі су отты сөндіргендей қайырымдылық күнәларды кетіреді деген. Сабырлық. Мұхаммед пайғамбардың басқа қайғы төнгенде сабырлылық таныту турасында көптеген хадистері жеткен. Солардың бірі аса ұлы және құдіретті Алла айтады: егерде мен құлдарымның біріне сынақ берсем, ауру түрінде, ол сол сынаққа шыдап маған шүкірлік танытса, ол қайғыдан айыққанда анасының құрсағынан шыққандағыдай күнәсіз күйде болады. Алла айтады: періштелерге мен өз құлдарымның мүмкіндіктерін шектеп, оларды сынаймын. Сол үшін оларға дені сау кезінде қандай сый көрсеткен болсаңдар, сынақ кезінде де сондай сыйды жазыңдар. Сөзбен және әрекетпен сәлем беру. Пайғамбарымыз расында бір мұсылман басқа мұсылманды кездіргенде оның қолын алып ассаляму алейкум деп амандасса, жапырағынан айырылған ағаштай олардың күнәлары жоқ болады деген. Алланы еске алу. Алла елшісі кімде-кім күніне 100 рет барлық мақтау мадақтар Аллаға лайық, Алладан басқа құлшылыққа лайықты құдай жоқ. Ол жалғыз, әрі оның серігі жоқ. Билік оған тән, әрі мақтау мадақ оған лайық, оның күш құдіреті барлық нәрсеге толық жетеді. Десе ол 10 құлды босатқандай сый алады, оған 100 игі амал жазылады, оның 100 жаман амалы өшіріледі, және олар сол күні кешке дейін шайтаннан қорғаныш болады. Және де осы сөзді одан да көп айтқан кісіден басқа ешкімде оған жамандық істей алмайды деген. Субханаллахи уә бихамдих деп 100 рет айту. Пайғамбарымыз егер адам Алла кемшілік атаулыдан пәк әрі мақтау мадақ оған тән деп таңертең және кешке 100 рет қайталайтын болса, онда ақырет күні осы үшін берілген сауаптан лайықтырақ нәрсені, осы сөздерді сонша рет немесе одан да көбірек рет қайталаған адам ғана әкеле алады. Парыз намаздарынан кейін Алланы зікір ету. Алла елшісі әр парыз намазының соңынан 33 реттен субханаллах, әлхамдулиллах және Аллаху акбар деп, 100-сінде ла илаха иллаллаху уахдаху ла шарика лах,
ләхул мулку вә ләхул хамду ва хуа ала кули шайин қадир десе, онда сол адамның күнәлары теңіздің көпіршігіндей болса да, барлық күнәлары кешіріледі деген. Міне, қымбатты көрермендер, хадистерде күнәларды жоятын осындай көптеген амалдар айтылған екен. Осындай амалдар бар болғанына Алла тағалаға сансыз мақтаулар болсын. Алла тағала баршамыздың біліп білмей істеген күнәларымызды кешіріп, барша мұсылманға фирдаус жәннатын нәсіп етсін. Келесі кездескенше амандықта болыңыздар. Назарларыңызға көп рахмет.